жалпы мынандай мәселе бар да, қазір ақпараттық заманы, ақпараттық бостық, ақпараттық кеңістікті кім толтырады, соның асығы алшысынан түседі. Оны сіз не өзіңіздің руханиятыңызбен толтырасыз, не біреулер сіздің руханиятыңыздың орнын толтырады. Ол бәрібір де толу керек. Ол ақпараттық кеңістік бір бөлек, адамның рухани кеңістігі де бар. Ал біз адамның балалардың рухани кеңістігінде көп жағдайларда жаратылыстану пәндерімен, оқумен, мектептегі пәндермен толтыруға тырысамыз. Шын мәнісінде ол жерде руханиятқа бағытталған пәндердің несі өте аз. Тәрбиеге бағытталған, ұлттық құндылыққа бағытталған жекелеген бір үйірмелер болмаса, жалпы пән ретінде болмаса, ағартушылық ретінде ондай бір мәселені қолға алмадық. Мүмкін бұл зайырлы қоғамдық құқықтық мемлекетте бұл қажет емес те шығар. Адам өзінің санасы қалыптасқаннан кейін өзі таңдайды деген бір түсінік те бар шығар. Бірақ көп жағдайларда ол балалардың санасы болмаса жасөспірімнің санасы осы түсінікке жетпей жатқан кезде біреулер толтырып қойып жатыр, өкінішке қарай. Сондықтан да осы мәселені ел болам десең бесігіңді түзе деген бір қанатты сөз бар. Демек жас кезінен бастап өзіміздің құндылықтарымызды сіңірудің жолдарын қарастыруымыз керек. Кітап оқу жағынан болсын, ұлттық рухани құндылықтарды дәріптеу жағынан болсын, мектепте жаңағы өзіміздің ағартушыларымызды оқыту жағынан, үйрету жағынан болсын, отбасында өзіміздің ұлттық құндылықтарымызбен тәрбие беру жағынан болсын, мемлекет осы нәрсені құндылықты да бір қоғамның бөлшегі ретінде қабылдау керек. Дінді де, руханиятты да бір мемлекеттік саясаттың бір басым бағыт ретінде қабылдау керек. Әйтпесе тек жалаң біліммен, жалаң жаңағы қаражат экономикалық негіздерді қалыптастырумен қоғамның руханияты қалыптаспайды. Сол себепті де осы жіберіп алған дүниемізді бұны біреулер ұлттық идеология деп жүр, біреулер жаңа басқа деп жүр. Бірақ қалай болғанмен де жастарға біз өзіміз руханиятты бермесек, басқалар береді. Сондықтан да жастардың тәрбиесі ол тек қана сабақ жаттаумен ғана шектелмеу керек. Ол руханиятынан сусындап өзінің отбасында көрген дәстүрмен өсу керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін біз сабақтастықты қалыптастыруымыз керек. Яғни ұрпақтар сабақтастығын қалыптастыруымыз керек. Өзіміздің игілерімізді, жақсыларымызды, руханиятты үшін бастаушыларды жастарға танытуымыз керек. Ол үшін жаңа сабақтастықты қалыптастыратын рухани зерттеушілеріміз керек. Өкінішке қарай қазір ақпаратты батыстың құралдары басымдықта болғаннан кейін жастарға солар тренд болып көрініп тұр. Біреудің жылтырағы әдемі болып көрініп тұр, қаңсығын таңсық көріп отырмыз. Кореяның мәдениеті кіріп жатыр, Еуропаның мәдениеті кіріп жатыр, Американың мәдениеті кіріп жатыр дейміз. Кіреді әрине, ол өйткені сіз өз мәдениетіңізді басына сіңіре алмайтын болсаңыз жастарға, ол кіреді заңды құбылыс. Сондықтан да жастардың санасына иелік ету үшін қарапайым бір мультфильмнен бастап дұрыстауымыз керек.